Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге керемет сөздіктермен таныстырайын деп жатырмын. Сондықтан да біздің осы видеомызды міндетті түрде соңына дейін қарауды ұмытпаңыздар. Біздегі бүгінгі жаңа сөздіктеріміз домашние животные деп аталады. Яғни бұл бізде үй жануарлары. Қандай үй жануарларын бар екенін сіздермен бірге таныстыратын боламын. Кеттік. Сиыр, корова, бұзау, теленок, түйе, верблюд, бота, верблюжонок, айғыр, жеребец, ат, жылқы, лошадь, құлын, жеребенок, есек, осел, еркек қой, баран, қой, овца, қозы, ягненок, ешкі, козел, лақ, козленок, шошқа, свинья, торай, поросенок, үй қояны, кролик, мысық, кошка, марғау, котенок, ит, собака, күшік, щенок, қаз, гусь, үйрек, утка, тауық, курица, қораз, петух, балапан, цыпленок, тотығыз, попугай, өгіз, бык. Ал достар, бүгінгі домашние животные сөздіктер сіздерге таныс болса өте қатты қуаныштымын. Біздің Білімго YouTube каналына тіркелуді ұмытпаңыздар. Себебі біздің каналымызда орыс тілін және ағылшын тілін үйренуге арналған түрлі қызықты видеолармен таныстыратын боламыз. Ал назарларыңызға рахмет.